Салем баршаға. Бүгін ет қосылып жасалатын ерекше баклажан салатын жасайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Салатымызға шөп пайдаланатын боламыз. Менде мында листья, микс шөптер, рукола пайдалансаңыздар болады. Мен осылай дайындап қойдым. Мында етті жіңішкелеп турап, маринадтап пісіріп алдым. Бұны салатымыздың құрамына қосамыз. Болгарский перец пайдаланатын боламыз. Бұны да жіңішкелеп турап аламын. Помидор турайм. Сіздер черри пайдалансаңыздар да болады. Мен мында помидор пайдаланып жатырмын. Осылай үстіне сала береміз турап. Мында менде баклажан. Баклажанды да жіңішкелеп турап қуырып алатын боламыз. Пакеттің ішіне салып, кукурузный крахмалмен қуырамыз. Кукурузный крахмал. Қатты қызып тұрған майға осылай қуырып аламыз. Міне баклажандарымды хрустящий алып қуырып алдым. Өте әдемі болып шықты. Қызыл болып қуырылды. Енді осыны салатымыздың үстіне қосатын боламыз. Менде қолымда чеснок бар. Теркінің майда жағын өткізіп аламын. Тұз саламыз үстіне. Менде мында арой соусы бар. Осы соусты салатымыздың үстіне құятын боламыз. Міне салатымыз дайын болды. Енді әдемілеп араластырып, тарелкеге орналастыратын боламын. Салатымыз дайын. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша үстіне кунжут сеуіп ұсынсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.